Екі тарақан бір-біріне қарай жорғалайды. Біреуі 15 сантиметрге, ал екіншісі одан 80 сантиметрге артық жорғалады. Екі тарақан барлығы неше сантиметр жүрді? Бір-біріне дейді. Демек, екі тарақан бір-біріне қарама-қарсы тұрды. Ал сонымен шартын жазайық. Бірінші тарақан 15 сантиметр, екінші тарақан белгісіз, одан 80 миллиметрге артық дейді. Және екеуінің жүрген жолын сантиметрмен көрсету қажет. Екі мына өлшемге назар аударамыз. Сантиметр, миллиметр. Бірден миллиметрді сантиметрге айналдырып алайық. 10 миллиметр 1 сантиметрге дейін. Демек, 80 миллиметр 8 сантиметр деген сөз. Ең бірінші екінші тарақанды тауып аламыз. 15 немесе сантиметрмен жазайын. Қосамыз 8 сантиметр тең 23 сантиметр. Бұл екінші тарақанның жорғалағаны. Енді барлығын табу үшін бірінші тарақан мен екінші тарақанның не істейміз? Жорғалаған жолын қосамыз. 15 сантиметр қосу 23 сантиметр тең 38 сантиметр болады. Жауабы 38.